Больница өзіміздің больница таппай қойды ғой емін. Саламатсыздар ма? Қазақ клиник орталығы, есім Абай болады, дәрігер. Бізде бүгінгі күні Бархаинов Әділбек деген біздің орталықтың емделушісі, медицинада шешімін таба алмаған, көк еті жыртылып, осы бізге орталыққа қатты соққыдан осы көк ет жыртылып, және де осы біраз уақыттан бері мазасын алып шешімін таба алмаған. Қыркүйек айында бізден келгелі міне 4 ай уақыт аралығында толықтай өзін қалпына келіп, және жақсы әсерін сезініп жатыр. Енді Әділбектің өзінен сұрасақ, Ал мен осы Қазақ клиникаға келдім, ауырып қатты. Өзіміздің емін больница таппай қойды емін. Барлық жерге барып көріндім, таппады емін. Осы Қазақ клиникаға келдім, соңғы үміт. Сүлеймен Маралбаеваға жолықтым. Сразу диагнозын тауып, сразу осындай шөп дәрілер жазды. Ақырын жемістің көріп жатыр, жақсы. Результаты айбет. Қиналған кезде дене басыма қан кірмей, қатты қиналдым мен. Біріншіден ақырын аппетитім жоғалды. Одан кейіннен туалетке бара алмай, кейіннен қатты қиналып, қысылып, қатты қиналып кеттім. Больницаға барсам, емін таппайды. Нейропатолог, неврохирург бәріне бардым. Ешқандай ештеңе таппады результат. Аллаға шүкір осы Қазақ клиникаға. Мыңда әсер айбет болып жатыр. Тамақта, аппетитте бәрі айбет ашылып бәрі. Бірінші Аллаға, екінші осы Қазақ клиникаға көп рахметімді айтам. Көмек беріп, қатты қиналған кезде осындай бір жерінен шығысып, осындай болады, жазыласың сен деп. Көп рахмет осы. Рахмет Әділбек мырза, міне өздеріңіз көріп отырғандай, бұл шынайы пікір. Біздің орталықта сирек кездесетін және медицинада шешімін таба алмайтын шөп дәрілермен емдеп денсаулығын қалпына келтіріп жатады. Енді танитын, білетін адамдар болатын болса, Әділбектің шынымен де бірінші келгенімен мен өзім көргенім. Ол состояниясы бізге түсінікті болды. Біздің орталықта біз осы кісінің өмірін қанша дегенмен бір қол ұшын созғандықтан осы алып қалдық деп есептейміз. Алдағы уақытта біздің орталыққа келіп емделем дейтін болсаңыздар, бізде өте сирек кездесетін емнің түрлеріне шөп дәрілеріміз бар.